Ассаляму алейкум, урметли сәрджілер, бұл UATV студияда Украина хаберлері бүгін августның 23-і жұмақшымы күні. Украинада Девлет байрағы күні бұл байрам экибендор сенесінден башлап қайды етілі. Рем СМИ тимсалінің ел пере туфтет барлары бұтын мемлекет бұйы кечірілі. Байрамы насибеті еле Днепро велиетінде бірден эки рекорд етілді. Ән балабан байрақны рекордлы юксеклікке көтерділер. Кетен кенлігі 12 ұзынлығы 18 метр тешкілетті. Байрақ дерегінің юксеклігі есе 72 метр. Инша Украинада ишлеп чықарылды. Байрақ соборны мейданында ел пере. Сьогодні було встановлено рекорд України у категорії «Державність розміри». Найвищий в Україні флагшток з державним прапором України та найбільший державний прапор України, що височить над українським містом. Тантаналы тедбірде Украина президенті Петро Порошенко иштирак етті. Қайды теке бусене аненеви байрақ ел перетуы бірінші кере Днепро велиетінде кече. Айны бу шерде ойледі догмадан Новорусия деген ер шерефсіз йоқылды. Петро Порошенко бір қач ел эвел террорчылыққа қарышы амелият тез бітежегіне сөз бергені үшін афу сұрады. Понад 4 роки тому. Дорт ел әвел атойлар дегел, бір қайч сад девам етіп білечегіні аққында айтқан едім. Шымды мұйым дегел, ансыл тарзда сөзлер айтылған еді. Адамлар жентінің пек тез бітуіні бекледі. Язақсынам, керчеклешмеген үміт бергенім үшін. Решманым өмірге кечмеген сөз бергенім үшін. Бұлын үшін афу сорайым. Мен үшін бұл жидді бір дерс олды. Айтқаналарыма ве ваделеріме бұндан сон диқаты жаулажам. Киевде есе 150 метр тешкіл еткен байрақ яйдырылды. О тантаналы тарзда шәрінің Хрещатик меркези соқағы бойы айлып кетірілді. Тедбірді ато ветеранлары, Авромайдан іштіракчілері, көк юзлігі қараманлары ве Донбаста әлі қолғанларының ақырабалары іштірак етті. Оларға эпосы істегенлер қошылды. Байрақ Миколай велиетінден кетірілді. О ерде оны бірінші кере бұтырдан бір ел эвел яйдырған еділер. Это один из таких главных праздников. Буэн муим байрамлардан бірі мемлекетнің бірлештіре. Оны бірлікте кечірмек керекміз. Пайтақтның мерkezінде олмақ. Харкивде Анаяса мейданында жанлы байрақ яратылды. Темашада аман 700 Харкив сәкені іштірак етті. Әркес мили урба кейді олар сарыве мавы тусты плакалар топеге көтіріп, Украина байрағы юрек ве юэй арифы шекленде тізілді. Япылған тимсалер хеликоптерден чықарылды ве мейданда ерлештірілген балабан экранда көстірілді. Прапор України, що символізує синє українське небо. Это очень увлекательные репетиции были мне. Пек мираклы репетициялар олды, пек бегендім. Бутун бу япрачықлар бу пек гүзеледі. Менімже әрбір инсан өз мемлекетіне қол тұтмаға ве байрамларында іштирак етмеге керек. Мотоциклер Харкивден, ұзымызды андан. Байрам керек іштирак етмеге. Байрақ күні яшағына девлетіміздің байрамы. Британия елчілігінің дипломатлары Украина мұстаққылық күніне бағышланған хайырлав язды. Олар мұстаққылық мейданы Жаяв көпірі, Алтын қапысы метро станциясы янында Андреевска кілсесі ве Тарас Шевченко адына университетінің баш бинасы янында Украин ойынларына ойнады. Бұйық Британия елчілігі ве Джуд Гоф елчісі Украина үшін кележек сене стабиль ве тынч олғанына тіледілер. Мұстақиллік күні хайырлы олсын. Happy Independence Day. Бірлешкен Devletlері Русия тәжавузына қаршы турмаға ве демократик муәссиселеріні пекетмеге, Украинаға ярдым етмеге девам етежек. Бұның ақында Америка президентінің Украина мұстаққылық күніне бағышланған хайырлавында айтыла.
Буны Петро Порошенко мудириятынын сайтында хабер еттелер. Биянатында Трамп Украина 4 ел девамында Русияда жавузына каршы турганыны, иктисадиятыны ве силялы куветлеріні инкишаф еткенini qayd etdi. Amerika президенті Украинаға тынч, хайрлы ве муафақиятлы ел олғанына тіледі. Украина байрақ күнуны qayd etkende jebede 4 Украина арбия әлі қолды. Еді әскер яраланды, олар Луганск вилиетінің Крымский жеварында ұрышта иштирак етті. Душман ұжымы 5 саат девам етті. Бұны Украина Мудафа назерлігінің рейсі Дмитро Гуцуляк білдірді. Оның сөзлеріне көре тан вақтында Русия үжіретлі әскерлері Украина арбийлерінің илері мевзелеріне яқынлашып жебе арқасына кечмеге тырышты. Близько 6 ранку під прикриттям артилерії та мінометного вогню. Сабасат 6-га яқын душман Крымский райондаки механизмлештірілген бір бригада янына яқынлашып, Бахмут бою yolundaki көзетіжі ноқтыларны запад етмеге тырышты. Душман ұжымына қаршылық көстерілді. Оларын ғайыплары да белгілі. Уруш вақтында Русия işgal ордулары 122 мм калибрлы артиллериядан 30 кере атты ве 100-ден зияде майын ташлады. Бұның иле атеш зирк техникасындан ве құршанатқышының түрлі чешетлерден алып барылды. Украина топрақларына невбеттеке Русия гуманитар конвойы ерді буэнді. Ярдым деп адландырылған 8-нче катері. Русия тарафы юк машиналарда бала махсулатлары ве иляч олғанында исрар еті. Девлет сыныр хызметі башының ярдымчысы Олег Слободян UATV телеканалына айтып бергеніне көре, Украин сынырчылары машиналарны тешкеріп оламады. Украин тарафы ве дунья топлылығы Кремль бойлы етіп женкеверлерге селяве техника ебергенini тушуне. Горловкадaki блокпостында женкеверлер ОБСЕ миссиясы машинасыны мечбури тарзда тынтты. Бұның ақында бірлешкен Құветлер әмелиятының матбуат хызметінде хабер айтылды. Qayd etileки августның 21-інде женкеверлер миссия темсилчилеріне Верхнешироковская, Безымянная, Сосновская районларында кірмеге мусады етмеді. Парисның трапа жеварында уджум пычаклы эркек эки дамны өлдірді. Да бірісіні яралады, бұның ақында Твиттерде Франкистан милли полисы хабер еті. Ерлі хабер васталары білдіргеніне көре, өлгенлер уджум еткен эркекнің анасы ветатасы. Жинайетчіні қанун қоройчылары атып өлдірді. Франкистан ички ішлер назерлігінің мәліматына көре, эркекнің рухи хасталығы бар еді. Бұл вақы айле бағылы месулиетні ислам девлет террористик тәшкілет озыне алды. Абаденес Минсоня Айванат бақчасында бей-бей панданын 3-нче доған күнуны кечерелер. Она севімлі ашларына азырладылар. Бузлы алмалар ве, хавуч или торт ве, инт қамышындан чырақлар. Қытай тілінден бей-бей қиметлі тәржеме етілі. Бұ панда адыны Қытай президенті омур арқадашы Пен Люань ве сабық Америка президенті Апайы Мишель Обама 2015 сенесі сентябрьдеки махсус тантанада берділер. Урметлі серджилер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз әді дадычо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV илі олыңыз, сағылтнен қалыңыз, көрішкенде.